Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрмес бұрын арнама тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін мен сіздерге инстаграмда хит болып жатқан мини панкейктің рецептімен бөлісетін боламын. Барлық рецепттің құрамы видеоның астында. Ең алдымен 3 жұмыртқаның үстіне 3 ас қасық қант, тұз салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Үстіне 1 ас қасық сұйық сүт қосып, тағы да араластырамыз. Алдын ала дайындалып алған ұнды қосамыз. Үстіне 1 шай қасық қамыр қопсқышымызды қосып, тағы да араластырамыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Мен қамырды осылай кондитерлік мешокқа құйып аламын. Егер де сіздерде кондитерлік мешок болмаса, бөтелкенің крышкасын кесіп, қамырды құюларыңызға болады. Қамырды құйғаннан кейін басын кішкене кесемін. Табамыз алдын ала қызған болу керек. Табамызға май жақпаймыз. Осылай табамыз үстіне қамырымызды кішкенеден құйып шығамыз. Үстінен тесіктер пайда болған кезде аст үстіне ауыстырамыз. Міне осылайша барлық мини панкейктарымызды пісіріп шығамыз. Біздің мини панкейктарымыз дайын. Үстін қалауларыңызша әсемдеуге болады. Мен банан мен құлпынайды осылай турап шықтым. Және шоколадты ертіп үстіне құйдым. Менімен бірге видео соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Осы панкейктарды міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді болады. Арнама жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.